12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, эфирде Кітап әлем бағдарламасы. Бүгінгі танысатын кезекті шығармаларыңыз қазақтың арда жазушысы, аудармашы, сыншы, мемлекет және қоғам қайраткері Ғабит Мүсіреповтің кездеспей кеткен бір бейне повесі. Кітаптың басты кейіпкері қазақтың ардаулы қазақ әдебиетінің негізін қалаушы, мемлекет және қоғам қайраткері Сәкен Сейфуллин. Жалпы қазақтың осы маңдайына біткен алтын баласының өмірі жайында жазылған шығарманы бұрын сіздер оқыған бедіңіздер. Оқымасаңыздар, еш оқасы жоқ. Бүгінгі бағдарламамызды біз нақ осы шығарманы таныстыруға арнайтын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Дәл осы шығарма үшін Ғабит ағамызға сонау 1970 жылы Қазақ ССР-ның Абай атындағы мемлекеттік сыйлығын бергендігін біреу білсе, біреу білмес. Демек, бұл дегеніміз, осы шығарма жарық көрген кезде тек қана оқырмандар жүрегінен ғана орын алды деген сөз емес. Сонымен қатар мемлекет те оған үлкен құрметпен қарап, өз дәрежесінде ағамызға осындай мемлекеттік награда берген. Олай болатын болса, бүгін сіздерге таныстырғалы отырған осы повеске бізге арнайы спикер келіп отыр. Таныс болып отырыңыздар. Кітап әлемі бағдарламасының бүгінгі қонағы жас ұстаз Өміржанқызы Балжан Жүнісова бізде бүгін қонақта. Балжан ханым, Кітап әлемі бағдарламасына қош келдің. Қош көрдік. Олай болатын болса, Балжан қарындасым, саған алғашқы дәстүрлі сұрақты қойым келіп отыр. Әлбетте, Ғабит Мүсірепов ағамыздың қазақ әдебиетіндегі алатын орны төр екендігі барлығымызға белгілі. Дей тұрғанмен, жас оқырмандар Ғабит ағамыз жайында мүмкін мағлұматтары аз кем болуы мүмкін. Сондықтан да өзің Ғабит ағамызды жас оқырмандарға қысқаша ғана таныстыра кетсең, жалпы өзің Ғабит ағамыздың қандай шығармаларымен таныссың, қай шығармасын алғаш қанша жасыңда оқыдың, әңгімені осыдан бастайықшы. Қайырлы кеш. Жалпы Ғабит Махмұтұлы Мүсірепов 1902 жылы 22 наурызда дүниеге келген қазақтың халық жазушысы, драматург, сыншы, мемлекет және қоғам қайраткері екені ол барлығымызға мәлім. Ғабит Мүсіреповтың ең алғашқы жазушы ретінде таныстырған менің танысқан кітабым ол Қазақ солдаты романы болатын. Одан кейін Ұлпан, Ананың анасы, Тұтқын қыз, Көк үйдегі көршілер сынды шығармаларын оқыдым. Және әлбетте бүгінгі бағдарламаға болып отырған кездеспей кеткен бір бейне шығармасын оқып келіп отырмын. Және де айта кетерлігі Қыз жібек, Баян сұлу, Қозы көрпеш операларының либреттосында жазған осы Ғабит Мүсірепов болатын. Ал енді Ғабит Мүсірепов пен ұлы тұлға, ұлт азаматы ретінде мені таныстырған ол Шерхан Мұртазаның Бесеудің хаты повесті. Осы повесті оқи келе 30-шы жылдардағы қазақ басына түскен ашаршылық, сол бір қасіретті жылдардағы Ғабит ағамыздың, Ғабит атамыздың халық үшін жаны ашып, ауыл-ауылдарға жаңағы азық-түлікті таратуы, сол бесеудің бірі және бірегейі болып жаңағы Сталинге хат жазуы, елім, ұлтым деп шырылдауы Ғабит Мүсіреповтың ұлт баласы екендігіне көзімді жеткізіп, ол кісіге деген үлкен бір құрметімнің туындауына себепкер болды. Жақсы, бәрекелді. Расында да жүрегі қазағым деп соғатын әрбір саналы жас Ғабит Мүсірепов ағамызды жақсы білуге тиіс, және оған ол кісінің еңбегіне ғана емес, өзіне де мемлекетшілдігіне, жалпы ұлт қайраткерлігіне деген құрметі еш кеммеу керек деп ойлаймын. Олай болатын болса, Балжан қарындасым, енді келесі сұрақ повестің өзіне ойыссақ деп отырмын. Мен жоғарыда айтып өттім, жалпы бұл повестің негізгі басты кейіпкері қазақтың ардаулы Сәкен Сейфуллинге арналғандығы белгілі. Бұл жерде енді Сәкеннің образында, қателеспесем, Еркебұлан есімді жас жігіт. Енді осы жерде өз-өзінен заңды сұрақ туындайды. Жалпы өзің де оқырман ретінде оқыған кезде Еркебұлан көз алдыңа қандай кейіпкер болып елестеді? Сәкендей осындай арда тұлғаның образы Еркебұланның бойына қалай берілген? Автор жеткізе алған ба? Әңгімені осылай жалғастырайықшы. Жалпы Ғабит Мүсірепов, Сәбит Мұқанов екеуі Орынборда бірге оқыған, және сол кезде Сәкен Сейфуллинмен танысқаны анық. Және де осы Еркебұлан
бейнесі арқылы Сәкен атамыздың көп қырларын аша білді деп ойлаймын. Соның бірі Еркебұланның бойындағы қайсарлық, әділетсіздікке шыдамауы, халық үшін, жаңағы өзінің өнері үшін жанын беруге тұлға екендігі туралы. Ол Сәкен Сейфуллин атамыздың Тар жол тайғақ кешу тарихи романын оқыған адам болса, сол жердегі Сәкеннің ұлты үшін қалай жан ашқаны, ұлты үшін жан ұшыра жасаған іс әрекеттері осы Еркебұлан бойынан табылатынын көруге болады. Жалпы осы повесті оқыған кезде кез келген адам жақсы түсінеді. Бұл енді сонау сол кездегі қазақ даласындағы дүбірлі, дүрмекті, дүрбелеңді бірнеше тарихи оқиғаларға байланысты жазылған дүние ғой. Жалпы осындай сол кездегі қазақ даласында болған жаңағы оқиғалар, тарихи оқиғалар жалпы оқырманға қалай әсер етеді? Қандай оқиғалар, енді айтып жатамыз ғой, кейде осы ақтар мен қызылдардың өзінің соғысы, қызылдардың большевиктердің келуі, ақтардың оның алдындағы билігі, қазақ даласындағы әртүрлі жағдайлар, қылыштың бір-біріне сермелгендігі, мылтықтың атылуы, тағысындағылар әртүрлі жағдайларды оқырманның санасына келіп жатады. Кинолар арқылы, осындай оқиғалар арқылы, кітап арқылы өзің қалай елестеттің, қалай түсіндің? Енді жалпы бұл жерде повестің басында айтылып өтеді ғой, 22 жасында патшаның құлауына себепкер болған, 23 жасында уақытша патша үкіметінің құлауына атсалысқан, ақында болса, батырда болса, осындай тұлға болса керек деп Еркебұланды осылай сипаттап өтеді. Жалпы бұл повест қазақ даласындағы сол кездегі бір төңкеріс, алмағайып заманның көрінісі және де ескі мен жаңаның арасындағы жастардың тағдыры тоғысқан повест болып табылады. Бұл жерде Еркебұлан бейнесі арқылы сол кездегі ұлт зиялыларын еріксіз есіме түсірді. Сол ұлт зиялылардың қазақ үшін, қазақтың қазіргі біздің бар болып қалып тасуымыз үшін, біздің тіліміздің, дініміздің жоқ болып кетпегеніне ат салысқан тұлғаларды есіме түсірді десем болады. Себебі біз қазір бейбіт өмір сүріп жатсақ, бейбіт елде тыныш ұйықтап жатсақ, біздің жаңағы қарнымыздың тоқ жүргені ол белгілі бір зиялы қауымның қазақ үшін еңбек етуінің арқасында, және де сол зиялы қауымның қилы тағдыры, ол зиялылардың ешқайсысы үндемей отыруына да болар еді. Кешегі осы Ғабит Мүсіреповтің өзін айтатын болсақ та, ашаршылық жылдарында ол өзі қалыптасып қойған жазушы еді. Ол шерге асы бола тұра, жаңағы өзі тоқ отырғанда халқымның аш отырғанына шыдай алмаймын деді. Кешегі Бауыржан Момышұлы атамыздың өзі келешек ұрпақ асықпасын деп мен асықтым деді. Мінекей, бізде осындай ұлт зиялыларының осындай тауқыметке толы тағдырын есіме түсірді. Біз кімді қазіргі өмірімізде идеал көріп жүрміз? Расымен біз кімді идеал санауымыз керек? Кімнің арқасында қазір осындай бейбіт заманда тыныш өмір сүріп жатырмыз? Соның барлығын еріксіз жаңағы көзге елестетеді. Бір сондай тұлғалардан айырылып қалғанымыз өкініш толтырады кеудеге. Жалпы осы повесть арқылы таза адал махаббатты, яғни ұлтымызды қалай жақсы көру керек екен, кімнен үйренуіміз керек? Біз қазір қандай адамдарға еліктеп жүрміз және шын мәнінде қай адамдарды қастерлеп, кімдіге еліктеу керек екендігін бір көрсеткен жақсы шығармалардың бірі болды деп ойлаймын. Жақсы, керемет. Мінекей, құрметті телекөрермен, әсіресе жастар, расында да бүгінгі жастар кімдерді өздеріне идеал тұтады, кімді үлгі етеді? Бұл әрине үлкен сұрақ. Біз қазір жылт етпе дүниеге өте бір әуес болып алдық. Бұл енді бір заманның қажеттілігі дейміз. Мобильді телефондар қолымызда, әртүрлі блогерлардың, әртістердің, спортшылардың өмірі қызық болып жататындығы белгілі. Бірақ біз нағыз қазақ екендігімізді білгіміз келсе, өзіміздің қайдан шыққандығымызды білгіміз келсе, осындай тарихи тау тұлғалардың өмірін дәріптейтін кітаптарды оқи жүргеніміз дұрыс деп ойлаймын. Енді осы шығармаға қайтып оралатын болсақ, ұлт күрескерінің күреске толы, дүрбелеңге толы осы бір жастық шағында өткен кітапта өзінің ойымен идеалас. Бұл кітапта өзге де қандай кейіпкерлер бар? Кітапты қай қырынан ашқан олар? Жалпы бұл кітапта Біржан Сал сынды жаңағы біздің тарихи тұлғаны көп алады. Еркебұлан өзінің өмірінің түрлі кезеңдерінде осы Біржан Сал қайта-қайта есіне салып түсіп отырады. Біржан Салдың басынан өткен оқиға, Біржан Салдың Жанбота әнін әрқашан Еркебұлан өзі әнге қосып айтып жүреді. Өзінің басына қандай да бір қиыншылық түскенде, соны өзінің Біржан Салдың өмірімен салыстыра отырады. Бұл жерде тағы бір айта кетерлігі, Ғабит Мүсіреповтің жаңағы Сәкен Сейфуллинді Біржан Сал, Ақан сері сынды әдебиет алыптарымен салыстыруы, оның Сәкен ағамыздың ақындық жаңағы деңгейінің өте биік екендігін айқындай түскендей.
Енді Балжан, жалпы кез келген кітапты ашып оқыған кезде бір ғана кейіпкермен шектелмейтіндігі белгілі. Қазір өзің бірнешеуін айтып өттің. Бірақ соның ішінде де біз жағымды, жағымсыз деп кейде екіге бөліп аламыз ғой, Осы повестте ондай кейіпкерлер бар ма? Сен үшін қайсысы жағымды, қайсысы жағымсыз, және ол бастысы олар оқырманның есінде несімен сақталады? Бұл повесттің енді басты кейіпкері әрине Еркебұлан ағамыз. Оның бейнесі сіз айтып өткендей Сәкен Сейфуллин атамыздың жаңағы бейнесінен алынған. Ол өте жағымды кейіпкер ретінде өзіне бір жағынан жаны таза, өлеңіне адал ақын болса, екінші жағынан ұлт үшін жанын беруге даяр сондай бір ұлт азаматы ретінде көрермен есінде, оқырман есінде қалады деп ойлаймын. Ал одан кейінгі Ақлима есімді ару жас та болса ақылды, білімді, бірақ өкінішке орай сол кездегі бір озбырлыққа, қалың мал үшін сатылып кеткен бұндай бір қасірет біздің қазақ қоғамында болды. Қалың мал үшін сатылып кеткен, бірақ өмірінің соңына дейін өзінің ерке ағасын күтуі жаңағы оның даналығын көрсетеді. Еркебұланды бір өлімнен алып қалады. Сізге өлтіруге келе жатыр, қашыңыз деген қағазды осы Ақлима жазып берген болатын. Одан кейін Еркебұлан абақтыға түскен кезде күніне бір мезгіл Еркебұлан отырған жаңағы камераның терезесінің алдынан бір мезгіл өтуі, оның үнсіз Еркебұланды қолдауы. Жалпы кездеспей кеткен бір бейнеде осы Ақлима образына арналған жаңағы образ болатын. Осындай бір әдемі ару ретінде көрермен, оқырман жаңағы есінде қалды деп ойлаймын. Енді мен бұл жерде көрермен деп айтуымның да сыры бар, өйткені 1977 жылы Қазақфильм осы кітап негізінде толық метражды кино фильм түсіріп шығарған болатын. Ал одан кейінгі өте бір жағымды кейіпкер Қайсар есімді бала, жас та болса сондай бір ақылдылығымен есте қалады. Өйткені жаңағы Еркебұланның артынан өлтіруге келген кезде Қайсар Еркебұланды қазір жаңа танып отқанымен оның ақындығына, оның батылдығына, оның ұлтшылдығына басын иіп, өмірінің ақынның жаңағы бар болу үшін өз тағдырын қиып, сонымен бірге қосылып кете салады. Ол жерде ол Ақлимаға ғашық еді, ол өзінің махаббатын да қиды, өзінің қайтадан өз ауылына қайтып келе алмайтынын біле тұра, белгісіздікке өз тағдырын құрбан қылып, ақын жолында кете барған бір жағымды кейіпкер ретінде есте қалады деп ойлаймын. Және жағымсыз кейіпкер ол Отарбай. Өкінішке орай ондай тұлғалар бұрын да болды, қазір де бар. Осы Отарбай жаңағы байлық үшін, мансап үшін өзінің халқын, керек десеңіз жаңағы әйелін де сатып кетуге даяр бір жағымсыз кейіпкер ретінде есте қалады деп ойлаймын. Өкінішке орай қай дәуірде болмасын, намысын нанға сатқан бұндай жағымсыз кейіпкерлер болған. Енді өмірдің өзі күрес қой, қарап отыратын болсақ, бүгінде ғана емес, кезінде осындай елдің сүйіктісіне айналған азаматтардың өздері де осындай жағымсыз кейіпкерлермен алысып өмірлерін өткізген. Енді біз көбінде кітап оқыған кезде оқырман әлбетте әртүрлі эмоцияларды бастан кешіреміз. Ол енді кітаптың ішіндегі оқиғаларға байланысты. Кейде бір эпизодтары болып жатады, оқиғалар, тағысын тағылар. Мен сенің көбінде өзің оқырман ретінде сұрағым келеді, өйткені біз көріп отырған жастар бұны оларда сезінсе деген ізгі тілек, өзіңе қатты эмоция сыйлаған кітаптың, повестің ішіндегі қай бөлімдері немесе қай эпизодтары? Маған өте қатты әсер қалдырған бірнеше эпизод бар. Соның бірі Еркебұланды қамауға алуға келген кезде осы жерде ол бір қағаздың басына бір өлеңнің басын бастайды. Оның тақырыбы нан деген болатын. Нан деген бір ғана сөз, қарап тұрсаңыз қайтадан бір ғасыр дертін көз алдыма елестетті. Сонау жаңағы ашаршылық жылдарындағы қырылған елімді елестетті. Жаңағы жылаған ананы, даже керек десеңіз баласын жаңағы жеуге мәжбүр болған халықты елестетті. Бұл бүтіндей бір ғасырдың қасіреті деп ойлаймын. Осы эпизод менің жаныма қатты батты. Біз нан қадірін әлі де түсініп жүрміз бе? Кейде аяқ асты болып жататын, аяқтың астында жатқан кезеңдерді біз сол ашаршылықтың тоқшылығын көріп жүрген адамдар, сол тоқшылықты бір мезгіл ойлауымыз да қажет секілді, артық ысырапқа бармас үшін. Және екінші эпизод ол Еркебұланды жаңағы қамауға алып кетіп бара жатқан кезде оның басынан қамшымен бір қоятын жері бар. Сол кезде оның ойы бір жанның да арқасына тиген қамшы, алғашқы қамшы саудагер баласыныкі еді деген бір үзінді бар. Жаңағы біздің ол қамшы, ол шапалақ жалпы ақын денесіне тиген емес, бұл бүтіндей бір қазақ қоғамына тиген, көтерілген қол, тиген шапалақ іспеттес болып көрінді. Ол ақын рухынан бөлек бір қазақтың рухына көтерілген қол секілді көрінді. Ал енді өзім нәзік жанды ару болғандықтан Ақлиманың өмірден өтуі, сол кездегі жаңағы өмірінің соңғы бір демі қалған кезде жаңағы бақыт
өзін бақытты сезінуі, ол өзі шешек ауруымен ауырып жатты ғой, ол кезде өзінің жаңағы жары қашып кеткен болатын. Ал Еркебұлан арнайы іздеп келген кезде, жаңағы Қайсар екеуі келген кезде, ағам мені іздеп келді ау деп, өмірінің соңында өзінің бақытты сезінуі өте бір тебірентті десем болады. Және оның тағы бір даналығын көрсеткені, жаңағы ақын жанына өзінің ұсқынсыз түрін көрсеткісі келмей, бейнесін ашуына рұқсат бермеуі, сол бір жерлерден бір қатты әсер алдым деп айта аламын. Жақсы. Мына енді кітаптың өзі, кез келген кітаптың басы, ортасы, мазмұнын айтып отырмын, жалпы аяғы болады. Бұл жерде де енді көрерменнің, оқырманның деп айтайықшы, оқырманның көңіліне қаяу түсіретіні бұл енді Сәкен ағаның өлімі. Енді былай қарасақ, бұл енді домбыра шегінің үзілуімен бір байланыстырғысы келген, бірақ дәл осы эпизодты, дәл осы сәтті әдебиет сыншылары бұл енді бір ақынның бір жаңағы шабыттан туған дүниесі деген сияқты, енді бұл енді көркем шығарма ғой, бұны түсіністікпен қарауға болады. Осы жағын сіз өзіңіз қалай қабылдадыңыз? Енді бұл шынында да адамға үлкен әсер еткен шығар. Әлбетте, жаңағы домбыра шегінің үзілуі, ол домбыра жалпы қазақтың ұлттық рухы, ақынның жаны болып есептелінеді. Кезінде сөзбен айта алмағанда домбырамен жеткізген. Домбыраның үзілуі, ол сол кезеңдегі бір зиялық адамның өмірден өтуі, ол күйдің енді қайтадан шертілмеуін білдіреді. Оған қанша басқа шек салғанымен ол сәкендей болмайтынын көрсетті. Және де осы бір тұста, осы бір шығарма арқылы Ғабит Мүсірепов тарих кезінде қаншама күйе жағылып, жаңағы халық жауы деген жаман атқа қалған адамдардың өзі аққа құдай жақ дейді ғой, уақыт келе тарихтың ақтап алатынын көрсеткісі келген секілді, және ұлттық құндылықтың, жаңағы ұлттық рухқа Сәкен өлімін байлау арқылы Ғабит Мүсірепов сондай бір әдемі дүниені жаңағы көрсеткісі келген секілді, және Ғабит Мүсіреповтің жалпы жазушылық шеберлігін айқындай түскендей. Бәрекелді. Енді Балжан қарындасым, жалпы бұл осы кездеспей кеткен бір бейне повестің ішіндегі барлық дүниені біз қазір екеуміз ақтарып жарыққа шығармай қояйық, өйткені көрерменге де, оқырманға да бір дүниелер қалсын. Құрметті оқырман қауым, көрермен, осы Ғабит ағамыздың кездеспей кеткен бір бейне атты повестін оқуларыңыз келетін болса, әлбетте өздеріңіздің тұрғылықты жерлеріңізде кітапханадан барып сұрап көріңіздер. Егер таппай жататын болсаңыздар, Тараз қаласындағы Шуханов Әлиханов атындағы Әмбебап ғылыми кітапханасына келсеңіздер, осындай Ғабит Мүсірепов ағамыздың кітаптар жинағына енген. Міндетті түрде келіңіздер, оқыңыздар, өткен тарихпен тұшына жүріңіздер. Енді Балжан қарындасым, жаңа бір әңгіме барысында өзің кітапты жақсы сүйетіндігіңді байқадық, ұстазсың. Енді өзіңнің осы кітапқа деген махаббатыңа байланысты сұрағым келіп отыр. Жалпы шәкірттеріңе, өздеріңдегі бір жақсы бастама бар екенін білем. Осы қазақтың классик жазушыларының туындыларын насихаттау барысында өзің қандай эмоцияда болдың? Жастардың кітапқа деген махаббатын қаншалықты байқадың? Осы жайында айтып өтсең. Жастардың кітапқа деген махаббаты өте бір керемет шабыттандырды десем де болады. Жаңа айтып өткендей, ой шебері зияткерлік ойынында біз әр ауданды, әр қаланы, дарынды балаларды және арнайы колледж білімгерлері арасында өткізіп отырамыз. Ол жерде әр жаңағы кезеңге 5 кітаптан беріледі. Сол 5 кітапты оқу арқылы біз жаңағы білімгерлер өзара сайысады, білім алушы оқушылар. Сол уақытта балалардың жаңағы тарихи санасының өзгергенін көрдік. Ең бастысы біз мақсатымызға солай жеттік. Яғни бізді тағы да бір қуантқаны, біз осындай ұлт азаматтарының ұрпағы ретінде келесі ұрпаққа, ұлтымызға қандай қызмет атқарамыз деген сұрақ туындаған болатын. Енді қазір біздің көзіміз жетіп отыр. Біздің жастарымыздың ішінде де саналы жаңағы ойын дұрыс жеткізетін, кітапқа махаббаты артқан жастардың көбейгендігі ол біздің көңілімізді қуантады, және де келешек ұрпаққа дұрыс дүние тастап кетіп жатырмыз деген бір үміт пайда болады. Жақсы. Ал енді өзің осы кітапты жалпы осы кездеспей кеткен бір бейне повестін қанша жасында оқыдың? Жаңа мен сұраған кезде байқамадың, айтпадың. Жалпы қазірде сұрағым келіп отыр, және қанша жастан бастап оқуға шәкірттеріңе, жастарға кеңес берген болар едің? Мен өкінішке орай бұл шығарманы 20-дан асқан жасымда оқыдым. Қазақ солдатынан кейін мен Ғабит Мүсіреповпен жақсырақ таныса бастадым. Жаңағы Бесеудің хатынан кейін Ғабит Мүсіреповті өте қатты жақсы көре бастадым десем болады. Ал енді көрерменге, жалпы оқушы қауымға бұл кітапты 15-16 жастан бастап оқыса деген ниетім бар. Себебі дәл осы жаста аумалы төкпелі кезең, адамның балалықтан даналыққа қарай қадам басатын кезеңі. Дәл осы кезеңде бұл кітапта махаббат, тарих барлығы тоғысқан кітап болғандықтан бала санасының сол дүниелерді түсіне алатын кезеңіне, жаңағы аяқ басатын кезеңде кітап оқып бастаса деген ниетім бар. Демек, жоғары сыныптан бастап, 9 сыныптан бастап оқыса,
еш кеш болмайды ғой, 9, 10, 11 сыныптарға және студенттер жастардың оқуына кеңес бересің. Жақсы. Енді ұстаз болғаннан кейін ұстаздар қашанда байқампаз болады. Қалдыңнан қанша шәкірттер өтіп жатқан шығар. Жалпы осындай бір мезгіл кітап оқып жүрген жастармен кітапқа онша құлқы жоқ оқушылардың бір арасында айырмашылық байқайсың ба? Және кітап оқудың пайдасы жайында бір жастарға үлгі әңгімеңді айта кетсең. Жалпы енді кітап оқуға құлқы жоқ деп біз айтатынымыз, негізі ондай жастар кішкене шатасып жүруі әбден мүмкін. Себебі дұрыс кітапты мүмкін оқымады, дұрыс өз жасына сай кітапты оқымады. Мысалы, мына кітапты бірден кітап оқымаған адам оқыса, кішкене түсінбей қалуы мүмкін. Бұл кітапқа да ақырындап осыған ұқсас кітаптарды оқи келе келсе, жеңіл тақырыптардан бастап, әлбетте, алдымен жеңіл тақырыптардан бастап, өздеріне қызығы қандай бағытқа қызығады, сол бағыттағы кітап оқып бастаса, кез келген адам кітапты сүймей қалуы мүмкін емес деп ойлаймын. Ал енді қазір ақпараттар өте көп, әртүрлі жаңағы ақпарат алатын дерек көздер де көбейген заманда кітаптың артықшылығы ол әлбетте білініп тұрады. Кітап ол әрқашанда рухты көтереді, сананы арттыратын дүние. Кітап жаңағы біз керек десеңіз әріпті де санды да алғаш кітаптан үйренеміз. Кітаппен дос болу, ол егер болашақта дұрыс адам, дұрыс ұрпақ тәрбиелегің келсе, дана қария болғың келсе, көптің бірі болмай артыңнан дара жол салғың келсе, дұрыс сөйлеп, өзіңді сыйлата білгің келсе, кітап оқуды қазірден бастап оқыңыз деп айтқым келеді көрерменге. Демек, кітап оқудың пайдасы ұшан теңіз, Иә. Олай болса, Балжан қарындасым, алтын уақытыңды бөліп келгеніңе рахмет. Біз Кітап әлемі бағдарламасының атынан өзіңе ризашылығымызды білдіреміз. Ұстаз болғаннан кейін әлбетте өзіңе тартқан, сенен де биік белестерді бағындыратын, білімнің кең көкжиегінде қанатын кеңге жаятын дарынды, талапты шәкірттерің көп болсын. Рахмет өзіңе. Құрметті телекөрермен, біз осымен Кітап әлемі бағдарламасының кезекті жұмысын осылай аяқтаймыз. Жалпы кітап оқыған адамның кез келген уақытта сөздік қорлары бай, ой-өрістердің кең болатындығын біз өмірде жиі кездестіреміз. Олай болатын болса, бір мезгіл уақыт тауып кітап оқи жүріңіздер. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі Кітап әлемі бағдарламасында амандықпен жүздескенше деймін.